Ассаламу алейкум жігіттер, байланыста мен Азамат Сапар. Бүгін біз Шымкент қаласы басқа жол спорт клубындамыз. Және бірнеше уақыт үзілістен соң көптен күткен бейнесабақ бой өсіру жайында. Егер сіз ұзын бойлы болуға ақпарат алғыңыз келсе, мекен-жайдан қателескен жоқсыз. Сонымен қатар бұл видео омыртқасымен проблемалы бар адамдарға да арналады. Менің көрермендерімнің жас ерекшеліктеріне қарай бұл видеоны барлығына бірдей арнадым. Достар, видеодан алдын сіздерге Али Аманның каналын ұсынамын. Алиның каналына сіздер силовой жаттығуларды, спорт тақырыбындағы пайдалы ақпараттар мен мотивация ала аласыз. Каналына сілтеме астыда. Тіркелейік. Қазір көптеп теорияға тоқталатын боламын, яғни көп сөйлеймін. Мән беріп, соңына дейін мұқият тыңдағандарыңыз абзал. Себебі мұның барлығы пайдалы ақпараттар. Басында пікірлерде осы тақырыпқа сұраныс көп болғаннан соң не себепті менен сұрайды екен деп ойладым. Сөйтсем көбісі менің турникке көп тартылатынын көріп сұрайды екен. Оның үстіне менің де бойым қысқа емес, 1.86. Сол себепті де бұл видеоны түсіруге толық құқым бар деп санаймын. Мысалы, бойын өсіргісі келетін жасөспірім сұрақ қоятын болса, барлығының жауабы турникке тартылы. Ал бұл видеода сіздерге тек қана турник емес, сонымен қатар басқа да эффективті тәсілдерді көрсетемін. Жалпы бойдың ұзындығына әсер ететін бірнеше факторлар бар. Оларға тоқталсақ, ең маңыздысы генетика, яғни сіздің ата-анаңыздың бойы қаншалықты болса, сіздің де бойыңыз соншалықты болмақ. Бірақ әрине ол да факт емес, себебі сіздің көршіңіз ұзын болса, сіз де ұзын болып қалуыңыз мүмкін. Ғылыми тілде бойдың өсуі соматроптық гормонның бөлінуіне байланысты. Бұл соматроптық гормонды жасанды жолмен ағзаға енгізуге болады. Әрине бұл мүлде басқа тарих. Бұл видеода мен сіздерге бойды физиологиялық жолмен өсіруді айтамын. Адам бойына генетикамен қатар жаттығу, тамақтану, ұйқы сапасы, қоршаған орта, аурулар және де тағы да басқа факторлар да әсер етеді. Өкінішке орай генетикалық факторларға әсер ете алмасақ та, басқа факторларды дұрыстау арқылы бойыңызды өсіруге болады. Егер де сіз бойыңызды өсіргіңіз келсе, біріншіден бойдың өсуіне кері әсер ететін әрекеттерді жасамаңыз. Мысалы, жасөспірім кезде ауыр салмақтармен тұрып жаттығу. Бұл бойдың өсуіне кері әсерін тигізеді. Жасөспірім кезде тағы да бойға әсер ететін факторлар тамақтану мен ұйықтау. Бұл екеуін міндетті түрде дұрыстау қажет. Яғни витаминдер мен ақуызға бай тағамдармен тағамданып, тәулігіне 8 сағат ұйықтау қажет. Бұл екеуін дұрыстамайынша келесіде көрсететін жаттығулардан жақсы нәтиже күтпей қойыңыз. Ал енді осы факторларды дұрыстаған болсаңыз, бой өсіру жаттығуларына кірісуге болады. Жалпы жаттығудың 3 түрін көрсетемін. Біріншісі созылу. Бойды негізгі өсіретін созылу болып табылады. Байқасаңыз, баскетболшылар көптеп созылады және олардың бойлары ұзын болып келеді. Созылудан алдын міндетті түрде жүгіріп, қыздырыну жаттығуларын жасаймыз. Жақсылап қыздырынғаннан соң созылу жаттығуларына кірісеміз. Видеодағыдай созылу жаттығуларын мұқият орындаймыз. Созылып болғаннан соң секіру жаттығуларына кірісеміз. Бойыңыз жетпейтін биік нүктені таңдап алып, соған секіруге ұмтылыңыз. Немесе ашық жерде барынша биікке ұмтыла секіріңіз. Секіргенде омыртқа мен иықты тік ұстап барынша сол нүктеге жететінде созылыңыз. Бұл көрсетілген жаттығуларды үйде жасауыңызға да болады, бірақ мүмкіндік болса баскетбол немесе волейбол секцияларына қатысыңыз. Екінші тәсіл барлық айтатын турник. Әрине турникке келіп 5-10 рет тартылсаңыз, ол сіздің бойыңызға әсер ететін шамалы. Негізінде мұнда да түпкі мақсат созылу. Бірақ асықпаңыз, турникке асылмай тұрып алдыңғы көрсеткен қыздырыну мен созылу жаттығуларын жасаңыз. Турникті ұстап, денені барынша омыртқа мен иықтарды бос күйде ұстап тұрамыз. Осылай бір емес бірнеше рет қайталап созылыңыз. Прогресс пен келесі жаттығуларға да өтуіңізге болады және кроссфит тартылуларда жақсы созылуға мүмкіндік береді. Үшінші жаттығу жүзу, өзіңіз білетін суда жүзу. Алдыңғы көрсеткен екі тәсіл мүлде сіздікі болмаса, осы тәсілді қолданып көріңіз. Әрине мұнда да қыздыруы мен созылу артықтық етпейді.
жүзу жалпы омыртқа мен денені созуға керемет мүмкіндік береді. Осы орайда көрсетілген жаттығулардың эффективтілігіне күмән келтірсеңіз, өзімді мысалға алайын. 14-15 жасында орта бойлы болдым. Жалпы жасөспірім кезінде бұл көрсетілген жаттығулардың барлығын орындадым десем де болады. Баскетболда ойнадым, жүздім, турникке де көптеп тартылдым. Есесіне өзімнің генетикалық максимумдан да ас алдым. Достар, ютубта мен аптасына бір рет боламын, ал күнделікті инстаграмдамын. Төмендегі сілтеме бойынша жазылуыңызды сұраймын. Рахмет. Құрметті көрерменім, видеоның соңына дейін қарағаныңызға үлкен рахметімді айтамын. Менің қасиеттеріме лайық осы жолға итермелеген мені қарап отырған сізсіз. Сол себепті де бұл видеода сіздерге барынша пайдалы ақпарат бердім. Және ары қарай дамуыма, және сіздерге көптеп пайдалы ақпарат беруге сіздердің арнама жазылғандарыңыз өз үлесін қоспақ. Бауырым, дәл қазір ұмытпай, подписаться батырмасын басып, лайк қоюыңызды сұраймын. Және видеоны достарыңмен бөліссең, тіпті керемет болар еді. Видео осымен өз соңына жетті. Сіздермен болған өздеріңіздің азаматтар байланыстан ажырамаңыздар. Рахмет.